Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен бүгін сіздерге мынадай әдемі бір таперді жасап үйрететін боламын. Ол үшін сізге компьютер, ноутбук болу міндетті емес. Қолыңызда Wi-Fi бар принтер және телефон болса болғаны, өз бетіңізше осындай тапер, түрлі бомбонеркалар, обертка для шоколадов, тойбастарлар жасай аласыз. Алдымен бізге бұндай таперді жасау үшін және жұмысымызды жеңілдету үшін бізге дайын шаблон керек болады. Дайын шаблон біздің телеграм каналымызда өте көп, яғни 5000-нан аса дайын шаблон түрлері бар. Яғни уақытыңызды үнемдеу үшін осы шаблондарды сатып алу үшін маған WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Міне сондай бір чаттарымыздың бірінде 300-ге жуық дайын шаблондар бар. Бұл дайын жұмыстар. Мысалға біз өзімізге ұнаған жұмысты таңдаймыз. Мысалы, осындай бізге шаблон керек болса, үстіңгі жақта 3 нүктені басамыз, показать в чате дегенді басқан кезде, мына жерде дайын жұмыстың астында соның дайын шаблоны бар, яғни ешқандай жазусыз. Сол шаблонның үстінен, яғни 3 нүктенің үстіне басып, сохранить в галерею дейміз. Яғни біздің шаблонымыз галереяда сақтаулы деген сөз. Қарап шығайық. Көріп тұрғаныңыздай, ешқандай жазусыз, тек қана шаблон тұр екен. Енді әрі қарай біздің жұмысымыз бұл шаблонға жазу, неше түрлі стикер, смайликтер, суреттер жапсыру үшін келесі біз Pixart приложениясын қолданатын боламыз. Бұл шаблонды отправить деген астындағы жазуды басамыз. Біз Pixart арқылы жасайтын болғандықтан Pixart дегенді таңдаймыз. Pixart приложениясын сіз Play Market'тен тегін көшіре аласыз және мүмкіндіктерін тегін қолдана аласыз. Міне ендігі кезекте біз бұл шаблонға текст, яғни жазу жазамыз. Мысалға, манағы дайын жұмыста көргеніңіздей Раяна 1 жас деп жазамыз. Үстіңгі галочканы басамыз. Одан соң жазылған жазумен неше түрлі әрекеттер жасаймыз. Бірінші түс таңдаймыз. Мысалға, күлгін түсті таңдайық делік. Ары қарай интервал, прозрачность, смешать деген нелер бар, функциялар, бірақ оның көбісін қолданбаймын. Тек қана обводканы қолданамын, яғни жазған жазуымыздың айналасындағы түсті таңдаймыз. Мысалға, мен айналасы қызыл түспен қоршалғанын әдемі деп есептеймін. Сөйтіп қоршалды. Енді жазуды қажет жеріне орналастырып, шрифт түрін таңдаймыз. Негізі Pixart приложениясында біршама шрифт түрлері бар. Алайда бұл Pixart'тағы шрифт қазақ спецификалық әріптерді қабылдамайды. Сондықтан мен келесі видеоларымда казахский шрифті, яғни қазақ шрифттерін қалай Pixart'қа жүктеуге болады және оны қайдан алуға болады екенін түсіндіріп өтетін боламын. Орналастырдық. Енді келесі, мысалғы, дайын манағы жұмыс материалды көргеніңізде, мысалғы, болашағың жарқын болсын деп жазайық. Яғни тағы да галочканы бастық, ортасына орналастырдық және де түс таңдаймыз. Мысалға, қызыл түс таңдайық. Одан соң обводка, мысалға, ақ түспен қоршалсын дейік, және де шрифт. Яғни бұл жерде Pixart'тың өзінің шрифттерінде қазақ әрпін қабылдамағандықтан көп, яғни выбор болмайды. Геоны қоя аласыз, не болмаса good деген шрифттарды қолдана аласыз. Яғни жазуды, өзіңіз қалаған жазуды, сөз тіркесін, сөйлемді жазып, оны көлденеңнен, тігінен орналастыра аласыз бұл Pixart приложениясы арқылы. Міне орналастырдым. Енді біздің тапер дайын деген сөз. Ендігі кезекте сіз бұл жұмысты принтерге жібересіз де, сояқтан распечатка жасап, мына айналасындағы сызықтар бойынша оны қиып шығасыз.
сөйтіп сіздің жұмысыңыз әп-сәтте дайын болады. Егер сізге дайын шаблондар, жаңа қазақ шрифттерін жүктеу керек болса, менің WhatsApp номеріме жазсаңыз болады.